сәлем оқырман. Айда болса кеше үнсіздігін үзді. Әдеттегідей жазуларын қалдырған болатын. Құдайдың аппақ мейірімі жауып жатыр ғой. Бәрі жақсы болады бұйыртса. Ертең сториске шыға бастаймын. Бәрін басынан айтып берем. Дұрыс емес түсінген жандар көп екен. Енді бұйыртса дұрыстап сториста айта жатар, күтеміз. Ал көрерменнің пікірі өте көп, соған көшейік. Арген қазақ қызын Аружанды орды. Нұрдаулет қырғыз қызын Айданы орды. Түсінгенім ұлқа қарамайды, бастағы миға байланысты. Өкінішті Арген Нұрдаулет ерлер оларға білінбейді. Екі гүліміз Аружан Айдаға, обал өрімдей қыздарға. Айданың әкесін аяп отырмын. Дәл солай Аружанның анасында аяп отырмын. Үйлі болсақ бақытты отбасы болайық. Айда айналайын. Сен жақсы керемет қызсың. Сен жасың бақытың әлі алда. Есің болса Нұрдаулетпен қосылма, ол оңбаған. Бақытты бол. Боласында әлі. Айда красавица, сен жылама, біз сені жақсы көреміз. Бұндай түсініспеушіліктер жас семьяда болады. Әйелі мен ерінің арасында кикілжің мен ұрыс керіс, қызғаныштан болады. Керемет үлгілі жас семьялардың бірі едіңіздер, сіздерге көз тиді. Тезірек емделіңіздер, махаббаттарыңыз мәңгілік болсын. Нұрдаулет, сен азаматсың, ер жігітсін, сүйіп қосылған жарынды жылатпа. Алланың қаһарына ұшырама. Кешірімді бол. Иә, сенің мінезін батыстың жігіттеріне жақындау бір беткей. Бірақта сүйген жарың үшін кешірімді бол. Айналайын. Қолымнан келгенше семьянды сақтап қалғаным жөн. Өзің ойланып көрші, ақылды жігіттердің бірісін деп білеміз. Айырылысу оңай, ал үй болу одан да қиын. Сондықтан да шыда, кешірім сұра красавица Айдадан. Ол сен ойлағандай емес, өте ақылды қыз, татулас. Нұрдаулеттен мұндайды күтпедім. Айдаға обал жасадым. Ата-анасы қандай тамаша жандар. Осында беташарға келгенде көрдік. Мол қол, жомарт жандар екен. Ұят болды мына қылығың. Ер азаматтың қылығы емес. Өле жазда біздеп барып алып қашып келіп едің ғой.